Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін осындай песочный печенье дайындаймыз. Менімен бірге дайындаңыздар, өте оңай. Үйдегі бар заттармен дайындалады. Ол үшін бізге шекер керек, 80 граммдай. Сосын ерітілген сары май. Майды ерітпеуге де болады. Так, содан кейін осылай барлығын бұлғап аламыз. Содан кейін жұмыртқаның сарысы керек. Барлығын бұлғаймыз жақсылап. Майонез, 2 ас қасық майонез салуға болады. Барлығын жақсылап бұлғаймыз. Содан кейін ұнға 2 чайная ложка сахарный пудра салып, араластырып, осылай араластырып аламыз. Соңында салып қамыр жасаймыз.